Армысыздар, құрметті журналистер қауымы. Біздер енді мынадай күн тәртібін ұсынамын. Егер сіз келіссеңіздер, онда бастай берейін. Басында біздің құрған қоғамдық аманат комиссиясының қызметі туралы шағын ғана ақпарат берсем, сосын соған байланысты сұрақтарыңызға жауап берсем. And I'm going to start my speech from our work in the Amanat Public Commission. Then, according to my speech, if you have some question, you can ask from him. Okay? Let's start our speech. Енді біздің елімізде болған мына жағдай қаралы қаңтар, қанды қаңтар дейміз. Төтенше жағдай орнаған білесіздер. Төтенше жағдайда төтенше әрекеттерге көшу қажет болды. Әдеттегі жұмыс бұл жерде іске аспайтын болды, әдеттегі жағдай. Енді елімізде болған мынау қаралы қаңтар, қанды қаңтар дейміз, қаңтар дүрбелеңі дейміз, әртүрлі атауға ие болды. Бұл қатардағы жағдай емес, Қазақстан тәуелсіздік алған кезде 30 жыл көлемінде бірінші рет болған жағдай, осындай жалпы республика масштабында орын алған. Сол себепті бұл әдеттегі іс-әрекеттер бұл жерде жүзеге аспайтын болды. Сол себепті мен өзім мамандығым заңгер, действующий адвокат ретінде осы комиссияның құру туралы ұсыныспен мемлекеттік хатшы Ерлан Кариннің қабылдауына 22 қаңтар күні кіріп, сол күні ол кісінің алдын ала келісімін алдым. Осындай комиссия құрып, азаматтық қоғам өкілдері де осы болып жатқан оқиғаларды зерттеуге, құқықтық тұрғыдан баға беруге араласу үшін. As you know, the January situation, we may say it bloody January. It happened that it called emergency situation in our country, and this kind of public unrest happened first time since our independence. So we have to undertake some traditional measures in order to find a solution to this problem. And as a result of my job, I have a meeting with the Public Secretary Ерлан Карин, and as a result of this meeting, I consulted with him to form an Amanat Public Commission in order to protect the rights of the citizens. Аманат комиссиясының құрамына негізінен адвокаттар, құқық қорғаушылар кірді. Жұмыс тобы ретінде біз 3 адамбыз. Ол мен, Абзал Құспан, Мади Мырзағараев, адвокат, және Уайс Ерсайынұлы, НСО мүшесі. Одан бөлек бас прокуратурадан, ішкі істер министрлігінен және парламент депутатынан бір адамнан кірді. Сонымен қатар региондарда, яғни өңірлерде біз қосымша адвокаттарды жұмысқа тартып жатырмыз. So our Amanat Commission consisted of 3 persons, me, and the majority of our members are lawyers, and there are 3 members, and me, Abzal Kuspan, and Madi Maiz, and Wais Yersayolu. And as well as there are members from the prosecutor's office, and as well as we recruited some people, lawyers from other regions. Біз 2 мүмкіндікке қол жеткіздік. Осы комиссияны құру арқылы бір дегеннен осындай өтініш айттық билік органдарына. Ол тергеу изоляторына кіріп, азаматтармен жеке кездесу, сөйлесу, сосын ол азаматтарға қатысты қылмыстық іс материалдарымен танысу. Осы 2 мүмкіндікті бізге берді. And as a result of our job, we required 2 requirements from our government. And the first one is to enter to the pre-trial investigation centers, and the secondly to talk with the detainees face to face. Негізгі жұмысымыз 24 қаңтарда бастап кеттік. Алматы қаласынан. Ең негізгі қанды оқиғалар осы Алматы қаласында болды. Қазақстандағы ең ірі қала, бұрынғы астанамыз. Біз 24 қаңтар күні жұмысқа кірген кезде 280-дей адам қамауда отырды. Соның бүгінгі таңда 91, кешегі датада 91-ін біз қамаудан
бостандыққа шығардық, яғни бас шарасын өзгерттік, изменение причин. And as a result of our job, on 24th of the January, we have started our job in Almaty, and it's a previous capital of Astana for Kazakhstan. And at that moment, there were 280 people were detained, and 91 of them we released from the detainees, and we changed their persecution measures and persecution for their health reason. Жалпы біз 6 регионда жұмыс жасадық. Алматыны қосқан кезде, біз жұмысқа кіріскен кезде республика бойынша қамауға алынған адамдардың саны 800 болды. Бірақ статистика өзгеріп жатыр. Тағы да ұсталып жатырған адамдар бар. Сол біз кіріскен кезде 800 адамнан біз қазір 200-дің үстінде адамды қамаудан босаттық. Менен басқа комиссия мүшелері қазір жұмыс жасап жатыр. Мен сіздермен кездесу үшін арнайы келіп отырмын, осы комиссияның төрағасы ретінде. Сұрақтарыңыз болып жатса, мархабат. We have released 200 people from detainees. As a result, and as a head of the осы жағдайға байланысты құрылған комиссия, яғни осыған дейін тағы да басқа комиссиялар құрылды ма? Или комиссиялар бар ма осындай комиссиялар? I mean the members of the commissions. Are there also the members from the opposition or from? Осы комиссияның мүшелерінің ішінде оппозицияның комиссиялық мүшелері бар ма? Менің инициативамен құрылған аманат комиссиясының құрамында негізінен құқық қорғаушылар мен адвокаттарға басымдық берілді. Мен өзім адвокат болғасын. Бірақ бізден басқа ақиқат деген комиссия құрылды. Оны белгілі заңгер, адвокат Айман Умарова басқарады. Ол саяси баға берумен айналысады. Одан бөлек Алматы қаласында тәуелсіз комиссия құрылды оппозиция өкілдерінен. Олар жалпы баға береді. Құқықтық, саяси, тарихи, тағы да басқа. Ол Рысбек Сәрсенбайұлы басқарады. Рысбек Сәрсенбайұлы басқаратын тәуелсіз комиссиямен біз Алматы қаласына барған кезден бастап бірге тығыз жұмыс жасадық, жасауға тырыстық. Оларға барып өзіміздің есептерімізді беріп өттік. Олар бізге өздеріне түскен арыз шағымдарды беріп өтті. Яғни біздер ол комиссиялармен байланыстамыз. Алдымыздағы 1-2 айдан кейін сот басталатын болса, біз әрбір өңірден адамдар аламыз. Яғни бұл комиссия құрамы әлі толықтырылады. Why were they there? They were in the protests, they were rioting. Who were they? Actually, I want to know. Біздің негізгі целевая аудитория дейміз, мақсатты тобымыз біз айналысатын. Бізде 272-ші бап қылмыстық кодекстің соның 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі ұйымдастырушыларға арналған для организатор, екінші бөлімі қатысушыларға арналған для участников, үшіншісі арандатушылар, провокаторларға арналған. Біз негізінен қатысушыларға байланысты жұмыс жасап жатырмыз. Яғни қатысушыларға 272-ші баптың екінші бөлігімен. Яғни өткені біздің пікірімізше көп азаматтар бұндай бізде митингке қатысып көрмеген, олар арандап қалған болуы мүмкін. Негізінен осы топпен көбірек жұмыс жасап жатырмыз. Бұлар көпшілігі қарапайым адамдар. Және оқ тиіп жараланғандармен осы 272-ші баптың екінші бөлігімен ұсталған адамдарды негізінен осыларға басымдық беріп жатырмыз. Одан басқа кәмелетке толмаған балаларды шығарып жатыр, тағылған айыбына қарамастан. These will have the access to the fair and proper judicial process and the defense. Және сізде үкіметтің тарапынан белгілі бір кепілдер бар ма? Ресми түрде әрине ондай кепілдік берілген жоқ. Бірақ менің өзім ең алғаш осы ұсыныспен, өз инициативамен Ақордаға келген кезде менде мынадай сенім болды. Орталық аппарат, яғни орталық билік, Тоқаевтың үкіметі, ол жергілікті жерде қандай да бір болмасын халыққа қысым жасауға мүдделі емес. Себебі басқа билік, жаңа Қазақстан бұл, бірақ жергілікті жерде бұрынғы отбасы мүшелері, солар тағайындаған адамдар өте көп. Сол себепті олардың тарапынан әртүрлі саботаж болуы мүмкін. Сонымен қатар мынадай бір ерекшелікті ескеруіміз керек. Мен өзім бұрынғы құқық қорғау орган қызметкер ретінде Қазақстанның қазіргі полициясы ол кешегі
совет үкіметі кезіндегі институт, сол әлі сол мектеп, сол школа ол өзгерген жоқ. Олардың қалай жұмыс жасайтындығын білемін. Ең үлкен кемшілік ол жасыру, тергеу құпиясы деген желеумен көбіне жасырып тастайды. Ол халыққа ақпарат жетпегендіктен де халықтың арасында түрлі қауесеттің тарауына себеп болады. Біздің осы қызметке араласуымыз, күнделікті журналистер алдында, өзіміздің әлеуметтік желімізде хабар таратуымыз қазіргі таңда халыққа белгілі бір дәрежеде үміт сыйлап отыр деп есептеймін. Different human rights organizations claim that protesters who were arrested during the protest don't have access to lawyers. But the government says that detained suspects are provided with access to qualified lawyers with free defense lawyers. So my question is, who is lying here? Бұл кісі айтады, халықаралық ұйымдар осы ұсталған адамдардың заңгерлерге қол жеткізе алматқанын айтып жатыр дейді. Ал үкімет тарапынан олардың барлығына осындай мүмкіндіктер бар, заңгерлердің жалдауға мүмкіндіктері бар деп жатыр. Бұл жерде кім өтірік айтып тұр дейді? Кім жалған сөйлеп тұр? Мынау қолданыстағы қылмыстық процесстік кодексінің талаптарына сәйкес, егер азаматтың адвокат жалдауға мүмкіндігі болмаса, қаржылық, онда мемлекет есебінен тегін адвокаттар беріледі. Және ол адвокаттармен қамтамасыз етілген. Басқа мәселе ол адвокаттардың қаншалықты адал қызмет атқаратындығы. Қағаз жүзінде әрине адвокаттары бар, бірақ ол адвокаттардың сапасыз қызметіне байланысты ол мәселе бар. Мен оны жоққа шығара алмаймын. Мен өзім адвокат ретінде кеше ғана Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы Бекебаев мырзамен кездесіп, осы проблеманы жеткіздім. Яғни тегін, мемлекет тегін дегеніміз мемлекет төлейді ақшасын. Осы адвокаттардың қызметіне көңіл бөлу туралы. Бірақ осы жұмысын бастар кезде де ол кісімен кездескен. Бірақ ондай мәселе бар. Яғни адвокаттар жиі кіріп, клиенттерінің жағдайын білмейді. Бір сөзбен айтқанда сапасыз қызмет көрсету фактілері бар. Бірақ барлығы да қамтамасыз етілген. Есть ли вообще? Так, датасын қазір айтайын. Датасы қайгімен бізде кездесіп қойғанда қазір. 4 ақпан 2022 жылы вице-премьер Тоғжанов өзі байланысқа шығып, үкімет тарапынан қандай көмек керек екендігін сұрады. Сонымен қатар үкімет мүшелерінен ішкі істер министрлігінің, әділет министрлігінің, ұлттық экономика министрлігінің және ақпарат министрлігінің өкілдерін шақырып, нақты көмектерін ұсынды. Осы кісіге мен ерекше алғыс айтқым келеді. Ол менің инициативаммен емес, үкіметтің өзінің инициативасымен, яғни Ералы Лұқпанұлы Тоғжановтың, вице-премьердің өзінің ұсынысымен осындай бір кездесу болып, осы кездесуде біз өзімізге нақты керекті көмекті ала алдық. Қазіргі таңда осы 4 біздің қызметімізге байланысты министрлік тарапынан нақты көмектер көрсетілуде. Қосымша айтқым келеді, үкімет тарапынан осындай көмектер көрсетіліп жатырғанына қарамастан, аманат комиссиясы ол бірінші кезекте қоғамдық комиссия. Бұл жерде менің өзімнің атым, менің абыройым тұр. Мен 2012 жылы Жаңаөзен сотына бастан аяқ қатыстым. Сол кезде Human Rights Watch сияқты халықаралық ұйымдармен жұмыс жасаған тәжірибем бар. 2018 жылы Қытайдан қашып келген Сайрагүл Сауытбай есімді азаматтық қорғау барысында да Human Rights Watch-тағы Мира Райтман сияқты адамдармен тікелей жұмыс жасадым. Біріккен ұлттар ұйымымен жұмыс жасадым. Сол себепті бұл жолы да мен бірінші кезектегі мәселе ол халық адамдардың құқығын қорғау екендігін баса айтқым келеді. Beaten in the prisons after they been arrested by the police or tortured by the police. Осы ұсталғандардың жаңағы азаптауларға тап болған адамдардың ішінде қаншасы босатып шықты, сол жайлы сізде ақпарат бар ма? Нақты статистикасын айта алмаймын, өйткені күнделікті өзгеріп жатыр статистика. Бірақ біз шығарған азаматтардың, 200-ге жуық азаматтың шығарған адамдар бойынша статистикасын шамасын айта аламын. Шамамен ғана айта аламын. Жартысына жуығы, где-то 80 адамдайы азаптауға ұшырадық деп мәлімдеді.
және олардың әрқайсысының арызын біз тиісті органдарға тіркету арқылы уәкілетті органдарға қылмыстық іс қозғаттық. Қазіргі таңда 9 ақпан күнгі ақпарат бойынша статистика антикор мекемесінде азаптау фактілері бойынша 150 қылмыстық іс қозғалғандығын жеткізгім келеді. Ол 150 қылмыстық іс полиция қызметкерлеріне қарсы қозғалған істер. Біздің ұстанымымыз алаңда қылмыс жасаған азаматтар болсын, қандай қылмыс жасаса да оларға азаптау көрсеткен полиция қызметкерлері болсын, барлық жазалы адамдар өзінің тиісті жазасын алуға тиісті. Қылмыстық процесстік кодекстің талаптарына сәйкес тергеу мерзімі кем дегенде 2 ай жүреді. According to our constitution, according to the criminal prosecution procedure, it will take 2 months to. Шамамен алғашқы сот процестері 1 ай жарымнан кейін басталады деп күтілуде. The general effect of and some knowledge about what happened. I know that the president will have a speech in the middle of March, but is it real? We will get some real facts in this time. What is your opinion? Осы мәселелер құқықтық жауабын табады және шешімін табады деп айтқан болатын. Сіз өзіңіздің қандай нәтиже күтесіз осы жұмыстан? Жақсы сұрақ. Бұл кісілерге мынадай бір салыстыру айтқым келеді. Осыдан 36 жыл бұрын Қазақстан СССР-дің құрамында болған кезде 1986 жылы желтоқсан көтерілісі болған еді. 36 years ago in Kazakhstan there was this kind of situation in Kazakhstan, in Almaty. We call it Желтоқсан situation in 1986, as you know. Сол желтоқсан оқиғасына байланысты тексеру, жаңа мәліметтер әлі күнге дейін шығып жатыр. Себебі сол кездегі жүйеге байланысты барлық ақпараттар жасырын болған болатын. Мен осы жағдайды ескере отырып, егер қазірден бастап Қазақстан билігі, сот, әсіресе сот процестері ашық жүретін болса, біз ондай ұзақ уақытқа созылған тексеруді қажет етпейтіндей. Осы барлық сұрақты ел, жұрт, халық, әлем жұртшылығы біліп отыратын болса, бұл бойынша шындық, ақиқат ұзаққа созылмай ашылу керек деп есептеймін. Мен осы бағытта жұмыстанып жатырмын, өз басым. Despite the fact that this situation in Желтоқсан situation which happened in 1986, 36 years ago, the new information, update information is appearing at this moment, you know. If we provide the transparent process, court process, investigation process, we do not have to wait so much time, you know. We don't need to wait so much time. That's why we need to provide transparent and investigation in order to reach the truth. Толықтырып жіберейік. Ол үшін Қазақстандағы құқық қорғау ұйымдары біз сияқты комиссиялар, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдар өкілдерімен, шетелдік әсіресе бірінші кезекте батыстық құқық қорғаушы ұйымдарымен бірлесіп жұмыс атқару керек. Мен осы европалық журналистерге дейін Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссариатымен Қазақстандағы Америка елшілігінің өкілдерінің сұрақтарына жауап бергендігімді айтқым келеді. Және әркез осындай ақпарат алмасуға ашық екендігімді айтқым келеді. Some data, they say that they have received, we have 63 claims of citizens about the police bad behavior. Based on that, only have 138 claims went to pre-trial investigation. So do you think it's going to be more? It's only few data? Do you think something is missing? Сонда 363 шағым алыпты, жаңағы азаптау, сондай секілді шағымдар. Соның 100-і ғана тергеп тексеруге ғана өтіпті. Сіздің ойыңызша бұл аз көрсеткіш емес пе? Қалай ойлайсыз? Бізде енді қолданыстағы заңнамаға сәйкес әрбір арыз тексерілуі керек алдымен. Бірінші кезекте, егер ол адам, мысал үшін, мен ол жағдайдан хабарым жоқ екен, қазір бұл кісіден ғана естіп отырмын, өйткені біздер
прокуратурамен жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Біз анау қамауда отырған азаматтармен жұмыс жасап жатырмыз. Олар арыз жазса болды, біз арыздың бәрін тіркетіп жатырмыз. Ал енді арыздар, кейбір арыздар расталмауы мүмкін. Ол расталу үшін оның денесінде жарақаттар болу керек, тағысы басқа жағдайлар. Сондықтан бұл сұраққа мен қазір толыққанды жауап бере алмаймын, себебі бұл мән жайды толық білмеймін. Бірақ бұл жағдайға назар аударып, комиссия тиісті өзінің жұмыстарын жүргізетіндігін жеткіземін. I'm not able to provide a full answer for that question because I'm not familiar with that question even. And to be honest, we are not working with the law enforcement agencies or with agencies, and we are working face to face to the detainees. And if they have some kind of complaints, we register them, we work with them, and in sometimes some complaints do not have any proofs because there are some requirements. For example, they should have torture in their body. This kind of there should be this kind of information. Then we will register, we'll work with them. Толықтырайын деген. Сонымен қатар қылмыстық кодекстегі азаптау бабымен тек прокуратура органдары, антикор және ішкі істер министрлігінің ішкі қауіпсіздік бөлімдері, басқармалары жұмыс жасап жатыр. Яғни 3 мекеме айналысады. Осыған байланысты да статистикада өзгерістер болуы мүмкін. Негізінен антикор тергеп жатыр. Негізінен полицияға қарсы азаптау бабымен. Прокуратура, антикор, сосын енді ішкі істер министрлігінің өзінің ішкі қауіпсіздік қызметі. And with the tortures, with the fact of the tortures, working anti-core and law enforcement agencies and Minister of Internal Affairs, they are working with that situation. What is anti-corruption? It's anti-corruption. Anti-corruption. Основной сол anti-corruption. And the majority of them, anti-corruption, is working with that cases, torture cases. Because if you got bone broken, you got an elbow or something, and you stay there like 2 months, by the time you go out, you don't have proofs. Біз кез келген арыз шағымды тіркетеміз. Біз бір ең басты біздің жұмысымызды түсіну керек. Біз негізі жаңадай қамауға алынған адамдарды шығарумен, олардың соның ішінде случайный дейді ғой, қосақ арасында кетіп қалмауын қамтамасыз етумен айналысып жатыр. Дәл қазіргі таңда азаптау фактілері бойынша тергеу жұмысына біз комиссия араласа алмаймыз. Тергеу тек қана құқық қорғау органдарының еншісіндегі шаруа. Тек қана оған тергеу процесіне біз барып араласа алмаймыз. Бірақ біздің жұмысымыз арызды тіркетіп, сол жаққа жолдаумен бітеді. Ал негізгі жұмысымыз мына іс қозғалып жатқан азаматтарды шығару, ертең сотқа барған кезде олардың құқығы бұзылмауын қамтамасыз ету негізінен адвокаттың жұмысы, бірақ комиссия түрінде екендігін ескеруді сұраймын. There are foreigner citizens. Шетел азаматтары өте аз болды. Негізінен Қазақстанның азаматтары және қазақ азаматтары болды. Қазақ тілді. Қазақстанда ондай мәселе бар. Қазақ тілді, орыс тілді деп бөлінеді қазақтардың өздері. Шетел азаматтары, жақын шетелдегі азаматтарды біз көрдік, бірақ олардың саны өте аз болды. Және күні бүгін олар сол өз елдеріне қайтарылды. Мысал үшін Қырғызстанның, Өзбекстанның азаматтары. Проценттік мөлшерлемесі қалай ол? Қаншама шетелдік азаматтардың? 1%-ке де жетпейді деп есептеймін. Біз кездескен адамдар, біз кірген адамдар. Одан басқа тағы бір мәселе бар, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің істері, олар құпия түрде тергеледі. Оған біздің кіруге әзірге мүмкіндігіміз жоқ. Сот процестері қалай болатынына байланысты. Яғни екіге бөлінген, негізгі 90% деп айтуға болатын шығар. Іс мынау ішкі істер органдары мен прокуратура тергеп жатқан істер, ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеп жатқан істерге олар құпиялық белгісі болғаннан кейінгі жерде біздің оған кіруге мүмкіндігіміз әзірге жоқ. Қозғалған қылмыстық істер соның ішінде екінші бөлігіне байланысты айналып жатқанын жеткіздім. Ал терроризм бабымен тергеліп жатқан істер, олар құпия, олардың кінәлі, кінәсіз екендігін тек қана сот шешу керек. Біз оған араласуға құқығымыз жоқ.
Our job is intended to release the people, detainees who are under the investigation according to the 272 article, who participated to this unrest. And there are some detainees who investigated according to the article terrorism, and we are not able to investigate them because only court have authority to investigate the people who are detained as a terrorist. Do you know the number of these people? Сізде осы террористік баппен ұсталған адамдардың саны бар ма сізде нақты? Жоқ, ол құпия мәлімет. It's a secret information. We don't have exact numbers. So, due to the time constraints, we have time for just one more question, and we have to move on with the program. But the government said that these protests were organized by terrorists. Does it mean that actually you don't have power to help most of the detainees? They can say you are terrorist, but Ол үкімет айтқан жоқ па, осы протестті террористер ұйымдастырды. Яғни сіздер осындай адамдарды мәселесін зерттеуге мүмкіндіктеріңіз жоқ па сонда? Айғағына жетуге мүмкіндіктеріңіз жоқ па? Қазіргі таңда біз өзіміз басынан бастап алдымызға қойған мақсат 272 баптың 2-ші бөлімі, яғни қатысушылар қарапайым азаматтардың осы қылмыстық жауапкершілікке негізсіз тартылмауына байланысты кірістік. Біздің комиссия, Аманат комиссиясы. Айтпаңыз сосын тағы айтайын. He said that our Amanat Commission is only involved in the releasing, investigating the people who are who detained according to the 272 article, who are just participated in this protest. Ал тәуелсіз Рысбек Сәрсенбайұлы басқаратын тәуелсіз комиссия, олар осы мәселенің барлығын зерттеумен айналысады. And the independent commission, which got headed by the Rısbek Sərsenbayoglu, investigate all these situations, all the who are terrorists, who are just participants, organizers. 272 баптың 2-ші бөлігіне байланысты мынадай проблема бар Қазақстанда. And there are some problem according to the 272 article. Бірінші проблема, ең негізгі проблема ол халықтың тарапынан құқықтық нигилизм, правовой нигилизм. The first issue is the nihilism from our citizens. Адамдар қарапайым көшеге бейбіт митингіге шыққан адамдар сол кезде жаппай тәртіпсіздік басталған кезде, мысал үшін ғимараттар өртеніп жатыр, мылтықтың дауысы естіліп жатыр атылған, дүкендер тоналып жатыр. Сол жерден олар үйіне кетіп қалу керек екендігін білмеді. And during the protest, people who were peaceful protests, they didn't go to their home when they saw some kind of looting, robbing the shops. They didn't go to their home, and this is the main issue. Менің яғни Аманат комиссиясының ең басты миссиясы осындай жолмен қылмыстық іске тартылып жатқан азаматтарды, яғни қолына қару алмаған, тонауға араласпаған, қандай да бір болмасын құқық бұзушылық жасамаған, тек қана сол жерде болып қалған үшін, қатысқан үшін жаппай тәртіпсіздікке қылмысқа тартылып жатқан азаматтарды шама келгенше толығымен алып шығу. And our main mission is to release the people who are just participated peacefully, who didn't hold a gun, who didn't, rob the shops, who are just occasionally, detained by the police. Our main aim is to release all of them as much as possible. How many do you think they don't come back and they should be back? How many get arrested? All these peaceful people that went to the demonstrations, how many do you think they are? Осы бейбіт мақсатпен шыққан адамдарды қаншама деп ойлайсыз? Осы ұсталғандардың ішіндегі? Статистика өзгеріп жатыр, және қамалғандардан бөлек басында қатысушы деп іс қозғалғанмен кейін басқа бір қылмыстық іске қатыстылығы тексеріліп жатыр. Шамамен 600-700 адам отырған шығар деп ойлаймын. Қамауда отырғандар. Одан бөлек қамауда отырмаған жалпы қозғалған қылмыстық істердің саны 2000-ға жуық.
жалпы 2000-ға жуық. Бірақ статистика күн сайын өзгеріп жатыр. And the statistics is changing every day, and there are 2,000 proceedings, and 600 of them still detained in the jail. And they, at first, they were investigated according as a participant. Then the investigators checked their other, if they make some, criminal, some, some other, some other acts. Қаншама журналист осы протест кезінде ұсталды, сізде ақпарат бар ма? Жоқ, ондай ақпарат менде жоқ. I don't have any other information about the Бірақ journalists. Қазақстанда қазір журналистер ұйымы белсенді жұмыс жасауда. Сол себепті олар жаңағыдай өздері осындай бір арнайы статистиканы жүргізіп жатқан шығар деп ойлаймын енді. Рахмет. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now, please.